Армысыз қадірменді көрермен, бұл Турабек хабары және оның жүргізушісімен Сағат Қасан. Студиямыздың бүгінгі қонағы Атырау облысының кәмелетке толмағандардың істері жөнінде мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Ғиззатолла Отарұлы. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі күннің тақырыбы тәуелсіз сот еріктірегі. Ғиззатолла Отарұлы, еліміздің тәуелсіздігіне міне 30 жыл толды. Ал сіз соттың тәуелсіздігін қалай түсіндіресіз? Енді сәлеметсіздер ме? Қазақстан Республикасы сот жүйесі және судьялар мәселелері туралы конституциялық заңының 1-ші бабының 3-ші тармағында мынандай норма бар: судьялар сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және тек конституцияға, заңға ғана бағынады. Судьялардың мәртебесінен тәуелсіздігіне нұқсан келтіретін заңдарды немесе өзге де нормативтік құқықтарды актілерді қабылдауға жол берілмейді деп нақты бекітілген. Бұдан туындайтын мәселе, яғни аудандық, қалалық немесе облыстық, тіпті жоғары соттың судьялары осы заң нормасын басшылыққа алып, Қазақстан Республикасында сот төрелігін жүргізеді. Ең бірінші осы конституциялық заң нормаларынан, бірінші конституцияға, содан әр саладағы материалдық құқықтық нормаларды басқара отырып, азаматтық, қылмыстық немесе әкімшілік құқық, қазіргі әкімшілік рәсімдік бағыттағы салада жұмыс жүргізіледі. Бұл судьялардың мәртебесі туралы заң 2000 жылы желтоқсанда қабылданды. Бұл өз кезегінде айта кету керек, ТМД елдерінің ішіндегі судьялардың мәртебесін алғаш бекітілген қадам болды. Бәрімізге белгілі, кеңес одағы тарағаннан кейін Қазақстан Республикасы қазақ кеңестік Совет Республикасының заңдарды басшылыққа алып жұмыс жасалды. Сол заңнамалардың негізінде сот жүйесі де өз кезегінде атқарушылық биліктің құрамында болды. Жалпы Қазақстанның билік тармақтарына бөлінуі, яғни сот билігі, атқарушылық билік және жаңашылық билік бөлінуінің өзі осы биыл 30 жылдығын, былтыр 30 жылдығын тойлаған Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылдануымен бастау алады. Өйткені 1993 жылы 30 тамызға дейінгі барлық сот жүйесі болсын, басқа да заң нормалары болсын, басқа да атқарушы билік болсын, бұлардың барлығы бұған дейінгі кеңестік заң актілеріне, заң нормативтік құқықтарға негізделген бағытта жұмыс жасалды. Бұдан басқа елімізде осы соттың тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін қандай іс-шаралар атқарылды? Енді ең бірінші мәселе деп, бұл жалпы Қазақстандағы үш биліктің, мемлекеттік биліктің бөлінуі, соның ішінде сот жүйесінің Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің қарауына, яғни атқарушылық биліктің құрамынан шығарылуымен айта кетуіміз керек. Бұл сонау 2000 жылы 25 желтоқсанда Конституция, жаңа атап кеткен Конституция заңның қабылдануымен осы сот жүйесі өз алдына бөлек билік тармағы ретінде бөлініп шықты. Соның нәтижесінде соттардың қызметін қамтамасыз ететін мақсатында Қазақстан Республикасы жоғары сотының жанындағы сот әкімшілігі жөнінде комитет құрылды. Бұл бұрынғы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің қарауындағы соттар қызметін ұйымдастыру комитетімен, департаментінен бөлек статус анықталды. Соған байланысты жаңаша серпін берілді. Соттардың, судьялардың қызметін одан әрі жетілдіру, олардың жұмысын тәуелсіз қылу, яғни бұрын аудандық, қалалық соттың төрағалары сот төрелігін басшылық жасаумен қатар қосымша әкімшілік шаруашылықтар бойынша да жұмыс жасайтын болған. Тіпті енді кеңестік нормаларға сәйкес тәбіл жаңағы түзу
еңбек ақы бөлүү, жумушка кабылдоо, бөлүү сыяктуу буга дейинки кээ бир аракеттерге де аудандык соттун, калал соттун төрагалары жооп беретін болгон. Яғни кадр мәселесімен де араласты дейсіз. Кадр мәселесімен де шейкес жұмыс жасанды. Ал бұл өз кезегінде соттардың, яғни судьяның тікелей сот түгелігін жүргізудегі негізгі жұмысына бұл қосымша жүктеме болды. Бұл сәйкесінше реттелді. Қазіргі таңда 2010 жылы, одан кейін 2010 жылы комитет таратылып, сотта Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының сот әкімшілігі жөніндегі басқармасы комитет құрылды. Бұның өзі Қазақстанның қоғамдық дамудың, елдегі, әлемдегі жағдайларға байланысты өміршең тәжірибелерді қолға алу, біріктіру, енгізу мәселелеріндегі жақсы бастамаларды Қазақстандағы сот жүйесіне де, Қазақстандағы сот түгелігіне енгізудің жарқын көрінісі болды, және нәтижесін беріп жатыр деп айта аламыз. Ең мәселе, содан басқа айта кететін нәрсе, 2000 жылдардан басталған, 2002 жылы басталған соттардағы сот жүйесіндегі аудандық соттардың жаңағы мамандандырылуы. Ең бірінші 2002 жылы тамызда Қазақстан Республикасында алғаш Алматы және Қарағандыда құрылды, одан кейін барлық облыстарға таратылды. Қазақстандағы экономикалық соттар. Бұл мамандандырылған соттардың құрылуы дейсіз. Мамандандырылған соттардың құрылуы бұл жаңағы түптеп келгенде соттардағы реформалардың жақсы нәтижесі болды. Содан кейін азаматтық істердің, қылмыстық істердің қаралуы бойынша бөлек соттардың мамандандырылуы, одан кейін әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша соттардың құрылуы, бұдан кейін 2000 кейін құрылған аса ауыр қылмыстар бойынша мамандандырылған қылмыстық істердің, яғни криминалдық соттардың құрылуы. Кеше Конституциямызға өзгерістер енгізілді, ол жөнінде референдумға қатыстық, барлығымыз дауыс бердік. Енді еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың екінші республика деп атауының өзінде бір мән бар. Енді осыған байланысты тақырыбымыздан ауытқымайық. Осы атқарылып отырған іс-шаралар және болашақта атқарылып жатқан іс-шараларға байланысты соттың тәуелсіздігіне қамтамасыз ету үшін, оны жаңағы шын мәнінде тәуелсіз болу үшін қандай шаралар атқарылуға тиісті деп ойлайсыз? Осы бағытта айтыңызшы. Енді кеше айтып кеткенде, референдум еліміздің тарихында маңызды белес болды. Ұлтымыздың шынайы өзгеріске деген дайындығы мен ұйымшылдығын көрсетті. Бұл жақсы нәрсе. Яғни біздің қоғам бұл өзгерістерге дайын, сол және өзгерістерді қалап отырғандығын көрсетеді. Енді өз кезегінде айта кететін болсақ, жалпы біз бәріміз білеміз, қазіргі таңда судья бұл тәуелсіз. Яғни бұл өзіне ең бірінші мәселе, бұл судьяға түсетін, өндірісіне түсетін әкімшілік болсын, азаматтық болсын, қылмыстық бойынша бұнда қандай іс түсетінін ол білмейді. Оны кеңсе қызметкерлері түскеннен кейін төрелік бағдарламасы бөледі. Бұл төрелік бағдарламасының өзінің енгізуі сот төрелігіне бұрынғыдай төрағалардың араласуын, яғни істерді бұрын шын мәнінде істерді төраға бөлетін, азаматтығында, әкімшілігінде. Ал төрағалардың енді адами фактордың болмай тұрмайтынын білеміз. Солардан ажырату мақсатында жаңағы автоматты бөлу жүйесі енгізілді. Бұған дейін бірыңғай автоматты бөлу жүйесі болды, батыржы. Кейін төрелік бағдарламасы енгізілді 2015-тен бастап 16-та іске асырылды. Енді бұл жаңа автоматтандырып бөлінген төрелік бағдарламасының өзі тіпті талап арыздарды бөлген кезде де жаңа қатарынан бөлу, жаңа айналдырып бөлу, алмастырып бөлу, бұл төреліктің қалай бөлетінін ешкім түсіне алмайды.
түсіндіруде оның логикасы жоқ. Жаңағы бір мәселеден кейін ол қатарына түсіп кетуі мүмкін, немесе араласып түсіп кетуі мүмкін, немесе бірisi бір күнге бір кісіге түсіп кетуі мүмкін. Оның өзі төрелікте адами фактордың болмауы үшін жасалған нәрсе. Ол тиімділікке көрсетіп отыр. Енді біз бұндай жағдайда соттардағы төрағаның жұмысы азайған жағдайда мен ойлаймын, болашақта мүмкін егер осы реформаны ұйымдастырушыларда, ұсынушыларда қолдап жатса, болашақта аудандық соттардағы төрағалар мәселесін, төрағалардың жаңағы қажеттілік мәселесі шешетін уақыт келген сияқты. Тіпті оны дейтін себебім, өйткені аз санатты соттарда мысалға екі штаттық бірлікте, немесе үш штаттық бірлікте бір төрағаның бөлуі, оның жаңағы басқа судьяларға қарағанда артықшылық берудің қажеттілігі қанша деген сұрақ бар. Өйткені кейбір еуропалық елдерде, кейбір Азияның кейбір мемлекеттерінде жаңағы жетекші судья, жаңа төраға дейді, соттың төрағасы дейтін жоқ, жетекші судья немесе жаңағы топтық соттардың жаңағы жетекші деген сияқты атаулар бөлек, бірақ қызметтік жетекшілігі жаңағы оның жаңа лауазымы ешқандай артықшылық бермейтін жаңағы мәселелер көзделген. Бұл енді шын мәнінде жаңағы соттардың тәуелсіздігіне тағы бір қадам бола кетті деген пікір айтамыз. Себебі шын мәнінде судья төрелік затқа тұрған кезде ол соттың алқа төрағасы болсын, жалпы сот жүйесіндегі судьялар шын мәнінде қоғамдық жұмыстардан басқа, сот төрелігін жүргізгенде басқа жұмыстарға меніңше ойлаймын, төраға болып немесе басқа да лауазымдарда қосымша атқарып, жаңа алаңдаудың қажеттілігі жоқ сияқты. Толық отарлы осы кешегі Конституцияға енгізген өзгерістерге сәйкес Конституциялық соттың құрылғандығы жөнінде, осы Конституцияның құрылуы судьялардың тәуелсіздігін, соттың тәуелсіздігін қамтамасыз етеді деп ойлайсыз ба? Енді жасыратыным жоқ, бізге бұл Конституциялық сот тың норма емес, бәріміз білеміз. Бұл 93-95 жылдар аралығындағы Конституция болған кезде бұл Конституциялық сот болды. Кейіннен жаңа Конституция қабылдаған кезде бұны кеңеске айналдырды. Жалпы бұл Конституциялық соттың өзінің құрылуы бәрімізге білеміз. Мына әкімшілік рәсімдік кодекстің қолдануына байланысты, процестік кодекстің қолдануына байланысты, қабылдануына байланысты, іске тіркелуіне байланысты бұл азаматтардың мемлекеттің арасындағы дауды реттеу мәселесі. Ал бұндай дау болған жағдайда азаматтардың да конституциялық нормалары бойынша сотқа, конституциялық сотқа тікелей жүгіну құқығы, яғни өзінің тікелей конституциялық құқығын қолдану, қорғау талаптарына жүгіну құқығының пайда болуы шын мәнінде Конституцияның соттардың да тәуелсіздігін бір сатыға жоғарылатты деп ойлаймыз, сенеміз. Себебі жоғары соттан кейін ешқандай шағымдану жоқ, оны бәріміз білеміз. Ал егер де тараптардың біреуі немесе басқа да бір іске қатысты заңды тұлғалар, жеке тұлғалар өздерінің конституциялық сол актімен немесе басқа актімен немесе басқа да мемлекеттік ұйымдардың, мемлекеттік мекемелердің немесе заңды тұлғалардың жаңағы әрекеттерімен, әрекетсіздігімен, қаулыларымен, шешімдерімен өзінің конституциялық жаңағы құқықтары бұзылды деп жаңа ойлап жүгіне алатын норма болатын болса, неге бұны біз жаңа сот жүйесінің тағы бір тәуелсіздігін жаңағы қалпына келтіру, тәуелсіздігін одан әрі бекіту деп санамасқа. Толық отарлы, бүгінгі келіп сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Аман жүріңіз, құрметті көрермен. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.